Бизнес әріптестер, өздеріңізге свопинг туралы тағы да түсіндіріп өтіп кетейін. PLC свопинг деген алмастыру деп айтып кеттім ғой жоғарыда. Яғни бұл жерде монеталарыңыз, қазір мен история свопинганы көрсетемін. Мысалы, біз 3 жылға жібердік қой монетамызды. Мысалы, мына жерде 5 жылға жіберіппін, қараңыз. 5 жылға жіберген монетаның үстінен басамын да, мысалы, 5 жылға жіберген монетаны мына жерден бастап түсіндірейінші. Міне қараңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін, мынау жаңағы добро пожаловать в панель управления свопом дейді. Енді свопты түсіндіріп жатыр да мынерге. Своп – это самый быстрый способ получения монеты Smart. Яғни бұрынғы монеталарымыз бар ғой біздің PLC, PLC-U, PLC Classic, PLC X деген бүкіл монеталарымыздың барлығы басқа блокчейнға ауысты. Яғни бұрын Litecoin'ның блокчейнда болса, қазір Smart блокчейнға ауысты. Smart блокчейн деген компанияның өз блокчейні. Яғни, енді қарапайым тілмен бұрында солай деп түсіндірген, тағы да қайталап өтем. Мынау бір жерде квартира жалдап тұратын болса, адамдар. Яғни адамдар квартира алды деген сөз. Өзінің квартирасын. Енді қараңыз, не үшін 3 жылға, 5 жылға свопқа жіберді? Себебі қазіргі таңда бізде анау монеталар көп қой негізі. Мысалы, Classic те көп, PLC-U да көп, X та көп, яғни Classic'тің үстіне басып түсіндірем сіздерге. Енді қараңыз, осы бүкіл монеталарды 1 жылда бере салса, монетаның заңдылығын білмейді ғой, қалай сақтау керек екен. Яғни барлығы алып смарт-койнды биржаға шығарып сататын болса, онда смарт-койнның бағасы қарқынды түрде түсіп кетеді. Вообще түседі, төменге түседі. Осының өзіне смарт-койнның бағасы түсіп тұр. Мен сіздерге оны параллельно биржадан көрсетем қазір. Мына смарт-койн қазіргі таңда бізде MEX биржасында сатылымда тұр. Яғни қараймыз Ultima плюс Smart. Енді қараңыздар, Smart'тың бағасы бүгінгі таңда 2,36%-ке көтеріліпті. Біздің компания бізге, бүгінгі таңдағы бағасы мынау. Ал бізге компания 0,10 центтан беріп жатыр. Қараңыздар, 0,10 цент көп па, 0,0026 көп па? Әрине 0,10 цент көп. Бізге осы бағаға сатқан тиімді. Мына бағаға сатқан тиімсіз. Егер бұл бағаға сататын болсаңыздар, смарттарыңызды сіздер ақша жоғалтасыздар. Сондықтан біз оны сатпай, нарықтың заңдылығын сақтаймыз. Нарықтың заңдылығы деген, нарық әрдайым өсе бермейді. Ол міндетті түрде құлайды өзі, заңдылығы бар өзінің. Мысалы, базарға шықсаңыздар, базарда помидор көп сатылса, помидордың құны түсіп кетеді. Егер помидор бір жерде аз болатын болса, оның бағасы жоғары болады ғой. Қазіргі таңда біздің нарықта помидор деп смарт-койнды алатын болсақ, смарт-койн көп. Сондықтан елдің барлығы смарт-койн сатқан кезде смарт-койнның бағасы осылай түсіп кетеді. Кешегімен салыстырғанда бүгінгі таңда біртіндеп өсіп келе жатыр. Атак смарт-койн біздің бағамызда емес. Яғни осындай көтерілген кезде, осылай қазір мысалы мына жерде тұрған болса, мынандай көтерілген кезде сататын болсақ, біз одан ұтылмаймыз. Сондықтан дәл қазір осы информация не үшін сіздерге жеткізіп жатырмын? Міндетті түрде тағы бір айтып кететін жағдай. Мысалы, классикті айтайық. 1 жылға, 2 жылға, 3 жылға, 4 жылға, 5 жылға сіздерге айына, мысалы менде мына жерде көрсетіп тұр, айына 862 монета түсіп отырады. Қараңыздар, 862 монета түсе береді. Оның барлығы мына жерде панель управления деген жерде тұрады. Мына жерде тұрады ол. Егер сіз шығармасаңыз, осылай тұра береді. Сіз оны бұл жерге сақтап отырып, сіз ұтылмайсыз. Керісінше сіз өзіңіздің монетаңыздың құнының өскенін күтіп отырасыз. Биржаға, жаңағы мен жоғарыда көрсетіп кеткен биржада, болашақта осы жерде шығарып сатасыз. Оны да біз сіздерге үйрететін боламыз. Яғни биржаға тіркелу, бұл жердегі монетаны шығарып сату дегеннің барлығын үйретеміз. Осылай видео түсіріп жіберем, сіздер соған қарап отырып өздеріңіз сатасыздар. Яғни болашақтың барлығы блокчейн технология кетіп жатыр ғой. Қазіргі таңда блокчейн технология кетіп жатырған бүкіл фундаменталды монеталардың болашағы бар. Фундаменталды монета деген не ол?
яғни экономика саласына байланыстырылған монета дейді. Смарт-койнды қазіргі таңда экономика саласына байланыстырып жатыр. Себебі смарт-койнның өзінің смарт-валет деген цифрлы кошелегі бар. Смарт-койнның өзінің смарт-блокчейні бар. Яғни смарт-койн әрдайым сұранысқа ие болатын монета. Бұл жерден бір адам смарт-койнды сатпаса, ақшасын жоғалтпайды. Ал егер смарт-койнды сатып жіберсеңіздер төмен бағаға, қазіргі таңда құлап жатырған кезде, онда сіздер точно ақшаларыңызды жоғалтасыздар. Бұл жерде рыноктың заңдылығын сақтаңыздар. Тағы да қайталап өтем. Рыноктың заңдылығын сақтаған адам ғана ақшасын жоғалтпайды. Ал егер сақтамасаңыздар, сіздер жоғалтасыздар. Сіздерге қайсысы тиімдірек? Әрине сақтаған тиімдірек. Себебі сіздер ақшаларыңызды жоғалтқыларыңыз келмейді. Уақытысында биткойнды төмен бағаға сата салған адамдар қазіргі таңда сол кезде ақшаның көзі жоқ болып кетті да, ал биткойнды ұстап отырған адамдар өздеріне үлкен ақша жинады, байлық жинады. Капитал деген байлық. Сондықтан өздеріңіздің болашақ капиталдарыңыз сіздердің саналарыңызда екенін ұмытпаңыздар. Саналарыңыз деген не ол? Ол сіздердің миларыңыздың жеткен жері. Яғни миыңызды дамытыңыздар. Себебі блокчейн технология дамып жатыр күн санап. Осы монетаны қазіргі таңда сатпай ұстап отырсаңыздар, сіздер міндетті түрде өз ақшаларыңызды еселеп аласыздар.